Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Қазақ тілі 5-ші сынып. Сабақ тақырыбы саяхатқа шығу ережелері. Мақсаты: жанрлық ерекшеліктеріне сай рәсімделуі мен құрылымын сақтап, хат құрастырып жазу. Оқушылар, сендер бұл сабақта 4-ші тоқсанда өтілген материалдарды еске түсіре отырып, жанрлық ерекшеліктеріне сай рәсімделуі мен құрылымын сақтап, хат құрастырып жазуларын керек. Алдымен мына бейнежазбаға назар аударыңдар. Кеңесіміз саяхат жайында. Серуенге шығарда бұл кеңестер кәдеңізге жарасын деген ойдамыз. Табиғат аясындағы демалыс дегенде бірден еске далада тамақ пісіру түседі. От жағуға ең алдымен сіріңке керек. Көп жағдайда сіріңке ылғалданып жарамсыз болып қалады. Сол үшін сіріңкені мынадай пластмасса ыдысқа салу керек. От жағудың тағы бір жолы бар. Оған қалбыр мен қатты қағаздың кесіндісі керек. Қағазды орап қалбырдың ішіне саламыз. Оған балауызды балқытып құямыз. Қағаз бен балауыз біріккенде от ұзақ жанады. Лаулаған жалынға жылынуға, тамақ пісіруге болады. Табиғат аясында тоңазытқыш жоқ. Демек, жолға шықпас бұрын жұмсақ ысқышты сулап, содан соң қапшыққа орап, тоңазытқышқа салып қатырамыз. Енді осы мұз болып қатқан губканы тағамдармен араластырып салып қойсаңыз, азық-түлік ұзақ сақталады. Егер киіміңізді ілу керек болса, оның да жолы табылады. Әуелі кір қыстырғышты аламыз. Оны екі жағына жабыстыруға болатын скотч арқылы жасаймыз. Міне, киім ілгішіміз дайын болды. Кеңесіміз кәдеңізге жарасын. Ал оқушылар, бейнежазбаны тамашалап болсақ, енді сұрақтарға жауап берейік. Саяхатқа жиі шығасыңдар ма? Саяхатқа кіммен шыққанды ұнатасыңдар? Саяхатқа шыққанда ұстанатын қауіпсіздік ережелерін білесіңдер ме? Ережелер бұзылған жағдайда қандай әрекет жасаған болар едіңдер? Осы сұрақтарға асықпай ойланып жауап беріңдер. Ал енді саяхатқа шығу ережелерімен таныс болыңдар. Асыға күткен жазғы демалыста келіп жетті. Балалар ата-анасымен не құрбыларымен демалыс орындарына жол тартады. Әдемі жерлерді көруге саяхатқа шығады. Басқа қалаға барып, бөтен адамдармен танысып, жаңа достар табады. Жорық немесе саяхат кезінде қауіпсіздікті сақтау ережелерін естен шығаруға болмайды. Мысалы, топпен жүру, тәртіп сақтау, аса жылдам жүрмеу, бір-біріне көмек беру, жетекшінің рұқсатынсыз жолды қысқартпау, ең қауіпсіз жолды таңдау, ағысы қатты жерге суға түспеу, балдырлары бар, лай жерге түспеу, шөпте жалаң аяқ не ашық аяқ киіммен жүрмеу, биік таулы аймақта күннен қорғайтын көзілдірік кию, өзеннен өту тәртібін бұзбау, рюкзакты дұрыс жабдықтау, қураған шөбі бар жерге от жақпау, от жағу үшін тастарды жинап, арнайы орын дайындап алу, жан-жаққа қоқыс тастамау, саяхат аяқталғаннан кейін жағылған алауды өшіру сияқты. Бұл жалпы ережелер. Белсенді туризмнің әр жеке түрінің жорық сипатына қарай қауіпсіздік ережелері, талаптары мен нұсқаулары әртүрлі болады. Енді тапсырмаларға назар аударыңдар. Бірінші тапсырма: мәтінге сүйеніп, саяхатқа шығу ережелеріне қатысты пікір білдір. Өз білетініңмен салыстыр. Бірінші бағанда
Мәтін бойынша саяхатқа шығу ережелері. Екінші бағанда менің білетін ақпаратым. Осы екі бағанды мұқият ойланып отырып толтырамыз. Екінші тапсырма. Рәсімделу мен құрылымын сақтап, саяхатта сақ болайық тақырыбында хат жазыңдар. Сөз саны 60-70 сөз. Балалар, тапсырма түсінікті болса, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.